Мен қазір ішкі істер департаментіне тұрмын. Скляр басқарған қызметкерлері да бір-бірімен орысша сөйледі. Склярдың бұйрығы деп есептеймін. Екінші, Склярға мен 10-шы рет мүмкін жазылған шығармын. Ахметжанов мырза, ішкі істер министрі Қазақстан Республикасының, бұл үндеуімді сізге жолдап отырмын. Мұнда реттеледі былай жазылу, телефон арқылы жазылады. Мүмкін ол ыңғайлы, телефон арқылы жазылғанды енді дәлелдеу қиын, бірақ та менде аудиожазбалар бар. Сондықтан мінекей Скляр наурыз айынан бастап мен қаншама рет оған оқталдым кіруге, бірақ та бір ретте қабылдаған жоқ. Полиция қызметкерлері қазір жаңа 3 видеоны жібердім ютубқа. Қазақ тілінде қызмет көрсетпегені дискриминация емес дейді. Орыс ұлтының ұлттығы түкке керегі жоқ. Маған қызмет көрсетпеді, маған дискриминация көрсетілді қазақ тілінде. Ұлтында мен ол айтады русская деп тұр, соған русскаяны қызғыштай қорғап тұр. Мен айтып тұр, мен қазақпын, ол русская болса, мен ұлтын сұраған жоқпын, ұлтына ешқандай. Соны қызғыштай, қалай сіз оның ұлтын сыйламайсыз? Мінекей сондай қызметкерлерді Скляр жинап алған. Ахметжанов мырза, мен қазір тұрмын, мінекей нешінші рет наурыз айынан бастап Скляр мені бір ретте қабылдаған жоқ. Полицейскийға енді сол қол астындағы орыс тілін қызғыштай қорғайтын, орыс ұлтын қорғайтын, қазақты басын таптайтын, өйткені ол маған айтып тұр ғой, сіз неге орыс ұлтын сыйламайсыз? Мен сыйламадым деген сөз жоқ менде. Мен талап етіп тұрмын заңға сәйкес, тұтынушылар заңына сәйкес тұтынушыларды қорғау. Қазақ тілінде қызмет. Ол толығымен орыс тілді қызметкердің, мені лақтырып тастаған қызметкердің жағына шығып тұр, ол видеоны көрген жоқ, ол айтып тұр, дискриминация жасаған жоқ дейді сізге. Ол түсінбейді тек қана. Түсінбегені, говорите по-русски, я русский дегені, ол дискриминация, ол 100% дискриминация. Мінекей, мүмкін сіз өзіңіз, білмеймін, мен сізге екінші рет видео үндеу жолдап отырмын, 20 минуттық видео үндеу жолдаған. Мінекей, осылай мен тұрамын осы ішкі істер департаментіне, маған Скляр шықпаса. Ана бір полицейскийлар жөндесін, не айтсын, біз Ахметжановтан бастап, қазақ ұлтын басып, 2 қаңтарға біз қазір әкеле жатырмыз, елді шайқалтып жатырмыз деп. Өйткені әр қазақтың ашу-ызасы туатыны 100%. Қазақ тіліне дискриминация болып жатқанда, мен қазақ тілді адам ретінде, қазақ тілім үшін мені лақтырып тастады. Соны айтып отыр, енді орыс болса қайтеміз, сондай мағынада айтып отыр. Оның орыстығын сыйлау керек, және сізге ешқандай дискриминация істелінбеді. Мінекей аға лейтенант ол видеоды түсіп қалған, 3 рет соны айтты. Соған жауап берсеңіз екен. Әділдігін айтсам, сол лейтенант оның қол астындағы. Ол барды дағы, кімнен айтыр, ол бөлек әңгіме. Мен қазір ішкі істер департаментіне тұрам, бүкіл Қазақстан көріңіздер. Мен осында тұрмын, мен кетпеймін, Склярдың өзі шықпағанша мұнда маған. Не жауап берсін кім учаскелік инспекторға, менің көзімше жұмыс жүргізсін. Оның алдында Бекданияр айтқан әр